басына аянып мен сөзімді не қылайын шабайын домбыралы ойлы қырлы ортаға салып талай терме жырды әлейкум ассалама үлкен ағалар деді жырауың амандасып мойын бұрдың ай ішінде мен әлімнің тілеу қабағы қарттардың көзін көріп алдым сабағы жасымнан жыр термеге құмар болып айырып жақсы жаман салдым құлағы ұстазым сәуір болғаннан соң сәуел ханым ән салса салмұхиттан кірер жаным сәкеңнің салған әнін тыңдап өстік өнерден алғандай көп бізде дәнін сондан да бүгін міне алып келдім сіздерге түсінерден сөздің мәнін шәкірті сол сәкеңнің болғаннан соң аққуы бізден ұшқан сол шалқардың ай мырзағұл заманында болыс толғаны қой жылқы түйе сиыр өріс толғаны сол кезде 40 мың ала жылқы беріп шалқарға шалқып темір жол тұрғызғаны халқының болашағын ойлауменен рұқсат алған дейді орынборданы жеткізген соның бәрін жырыменен саршолақ атам еді тор мінген осындай шайырлардың ұрпағымын жыршылық термешілік қанға сіңген домбырамды алайын төгіп махамға батырда бидің қазақтың жыр термеге салайын олайда болса айтайын кіші жүзде басқарған аққараны ақтарған әлім елі ішінде 4 қарадан тараған әйтекедей биімнің сөз алтындай салмақты сарымайдай сақталған батырлар өтті елімде өтті еңіреп найзасының ұшымен қазаққа қалсын жерімде камелінің ішінде көкді ұлы есетті мәлімда болған тарихқа батырда бабам десекті табында халқы ішінде асаудан менен барақты қырым жауды жабырып еліне болған шырақты 18 жаста барағым қалмақпенен шайқасып 300-де өзіне қаратты барағылы асауым 12 жаста орыстың жерде салған жерлігін халқы сүйіп ұнатты табымнан шыққан тағда бөгенбайдай батырың дәуітті менен байғызы қалдырмай айтар ұрпаққа осылай қылып ақының байылының ішінде қарадан шыққан хандыққа сұлтанда болған бейбарыс қазақты сыртта көрсеткен ақылы ұшан теңіздей даттың да ұлы сырымды исатай менен махамбет жауына қарсы ұрынды бала жастан ерсідіп мен арында жүргенде еңіреп жүрген ередім деп жырлаған жырыңды адайды халқы ішінде бекетте адам әруақты ұрандап шапқан ұрпағы батыр адай ерлері есетте шотан назарлар есенқұл менен сыбатай бұларға адам теңгеді жыршы сүгір адайды ақтан менен қашаған шаш топта сөйлесе сөз құрауы тезеді әлімнен бұлары тараған жан жағына қараған жан-қожамеді қиылған қаламдай қасы қиылған қазақтың жалпақ даласын дұшпанынан тазартып сөзеді жүріп бұйырған батыр бабам жалаң көз әруақты ереді хандықта ұрып кезінде самарқанды салдырып әсемдеп таспен көреді осылай қылып жыршыңыз өлеңдетіп береді тағы да айта кетейін айттың да ұлы тілеуді өзі де батыр өзі би халқының болған тірегі түркістанда жазылған тілеу атам ерлігі жүзілігін болжаған мөңкебі елдің жүрегі тыңдасаңдар жарандар батыр бабам сондай-ақ ода тілеу ұлы еді шыманның ұлы мырзағұл ақылы менен би болған осындай асыл сынаған саршолақ атам жығылған тілеу қағап қайтқанда тақылдаған таңдайы ретті сөзді құрауымен жарқылдаған маңдайы саршолаққа теңелер шайырының қандайы қабақта атан ұрпағы ұранға шыққан бақ
Бақтыбай асығы тұрып алшыдан ұранға бұлған атсай Бақтыбайла мұшауға шапқанда ер көті бәрін есетті Дәрбай менен бекетті қонақ байқұлы қарағұл ұрпағы үшін тұңғатып көрсеткен қайрат білекті қырғызда елі ішінде қайдауылдай батырың қырғын қызыл ұрыста ұрпағы үшін тұңғатып ат берметкен тақымын кіші жүзде кердері Әбу Бәкір атамның қазағым деп жырлаған имандылық сөздері кердері де керемет Құдай берген жырауым ағасынан кембеді ақ кете еді қайырлы таныстырып қазақты шежірелеп береді осылардың сөздерін өзіндей қылып жеткізген қабақтан шыққан Наурызбек ұлы жырау өзелі алғанда түрлі мақаммен терме дастан жырларын үш күнде үшін айтқанда батырлардың шайқасы көз алдыңа келеді қан тамған найза ұшынан жау сескенген сұсынан бүгінгі келген ұрпағы естіген жыршы жырынан сондықтан да мінекей бойыма біткен өнерді аямадым жұртымнан қаумалап халқым тыңдаса жырлаймын әлі ел үшін шапқанақта жұлқынған